Баршаңызға сәлем достар, каналымызға қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, видеомызды лайкпен қолдап қойыңыз. Өткен видеода айтқанымыздай, бүгінгі түс әйел адам түсінде елбасын көрсе қалай жорылатындығы жайлы болады. Ал ендеше бастайық. Егерде тұрмыс құрмаған әйел түсінде елбасын көрсе, өмірі жақсылыққа қарай өзгеретіндігін білдіреді. Бойдақ қыз түсінде патшаның қасында тұрса, қорқыныш пен мазасыздықты сезінсе, болашағын көп ойлайтындығын және болашағы үшін қатты алаңдайтындығының белгісі. Бірақ осы түсі арқылы ол табысты болатындығына және алға қойған мақсаттарына оңай жететіндігін білдіреді. Бойдақ қыз түсінде патшаның қолын ұстап қатты қуанып тұрса, армандарына қол жеткізетіндігін білдіреді. Бойдақ қыз түсінде патшаны көрсе, өмірінде болып жатқан сайыста жеңіске жететіндігін білдіреді. Бойдақ қыз түсінде патшаның оған гүл немесе сыйлық сыйлап жатқандығын көрсе, жақсы жігітке тұрмысқа шығатындығын білдіреді. Бойдақ қыз түсінде патшаны көрсе, ол қызды жақын адамдары әр кезде қолдау білдіріп, оны қорғайтындығын білдіреді. Бойдақ қыз түсінде патшаға бас иіп жатқанын көрсе, бір қиыншылыққа тап болатындығына ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде патшаға тұрмысқа шығып жатқандығын көрсе, бір жақсылыққа қол жеткізетіндігін білдіреді. Көре алмаушылықтан, зұлымдықтан және де қызғаныштан аман болғандығын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде патшаны көрсе, жұмысында табысты болатындығын және мол рызыққа ие болатындығын білдіреді. Егерде тұрмыстағы әйел түсінде елбасын көрсе, адамдар арасында үлкен беделге ие болатындығын білдіреді. Жүкті әйел түсінде елбасын көрсе, қуаныш пен бақытты білдіреді. Жүкті әйел түсінде елбасын көрсе, күйеуінің жақсы адам екендігін және күйеуінің рызық несібесінің артатындығын білдіреді. Осымен түс жоруға арналған видеомыз аяқталды. Егерде біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписаться бөлімін басып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.